Мәкс айтады, bir адам bir залға кірді дейді. Ол залдың ішінде бір топ адам отыр екен. Оларға асығып, жылдам тез бір насихат айтты дейді. O насихаттан көбісі де түсіне алмады. Сөйтіп, мен сендерден де артық, сендерден де қадірлі бір кісілермен жолығуым керек деп шығып кетті. Сәлден кейін қайтадан залға кіріп, «Ассаламу алейкум» деді. Оларға айтты, «Мына істеген ісіме не дейсіздер?» деді. Олар ашуланып, «Әлбетте құрметсіздік, әдепсіздік еді» деді. Ана кісі айтты, «Қысқашасы, біздер де намазмен тура осындаймыз» деді. Намаздан да, Алла Тағаладан да артық маңызды біреулермен жолығатындай намазымызды тез жылдам оқимыз. Намазымызды дұрыс өткізуіміз керек. Намаз ол біздің бақыт. Қиямет күнінде Алла Субхану Тағала ең бірінші бізден сұрайтын ол намаз дейді.